Баршаңызға сәлем. Шакира Исабель Меберак Риполь 1977 жылы 2 ақпанда дүниеге келген. Шакира деген атпен белгілі. Колумбиялық әнші, композитор, музыкант, биші, продюсер, хореограф және модель. 2000 жылдардың басында испан және ағылшын тіліндегі музыка нарығында табысқа жеткен Латын Америкасының ең табысты өнерпазы ретінде кеңінен танылды. Әншінің есімі араб тілінен аударғанда Риза дегенді білдіреді. Ал хинди тілінде жарық құдайы дегенді білдіреді. Барранкильяда туып өскен. Ол мектепте өнер көрсете бастады. Латын Америкасы, араб және рок-н-ролл музыкасына қызығушылық танытты. Оның іш биін билейтін қабілеті болған. 1977 жылы 2 ақпанда Барранкильяда дүниеге келген. Ол Нидия Риполь мен Уильям Меберак Шадидтің жалғыз баласы. Әкесі жағынан оның ата-бабалары Ливаннан, әкесі туған Нью-Йоркке қоныс аударған. Анасы Нидия Риполь ол испан және итальян текті. Оның әкесінің бұрынғы некесінен үлкен 8 ағасы және әпкесі бар. Шакира бүкіл жастық шағын Барранкильяда өткізді. Ол оқу мен жазуды өте ерте үйренді. Шакира өзінің алғашқы поэмасын «Хрусталь Раушан» 4 жасында жазған. Ол есейген сайын әкесінің жазу машинкасында әңгімелер жазып отырғанын көріп, Рождествоға әкесінен бір жазу машинкасын алып беруді сұраған. Ол 7 жасында жазу машинкасын алып, өлең жазуды жалғастырды. Нәтижесінде оның әндерінің негізін осы өлеңдер құрады. Шакира 2 жаста болғанда оның үлкен ағасы мотоциклде қайтыс болады. Ал 8 жасында Шакира өзінің алғашқы әні «Сенің қара көзілдірігің» әнін жазды. Оны жылдар бойы қайғысын жасыру үшін қара көзілдірік киген әкесіне арнаған. Шакира 4 жаста болғанда әкесі оның жерорта теңізі мейрамханасына апарады. Онда Шакира араб музыкасында қолданылатын және әдетте іш биі үшін қолданылатын этникалық барабан домбек туралы естіді. Ол үстел үстінде билей бастады және сахнада өнер көрсеткісі келетінін түсінді. Ол католик мектебінде сыныптастары мен мұғалімдері тіпті монахтар үшін ән айтуды ұнататын. Бірақ 2 сыныпта ол мектеп хорын тастады, өйткені оның вибратосы тым күшті болды. Музыка пәнінің мұғалімі оның ешкі сияқты айғайлағанын айтты. Мектепте әр жұма сайын сабақ беретін іш бишісін кездестірді. Мен сахнада өнер көрсетуге деген құштарлығымды осылай аштым, деді ол. Шакираның тәрбиесіне риза болу үшін әкесі жетімдердің қалай өмір сүретінін көрсету үшін оны жергілікті саябаққа апарады. Бұл сурет оның жадында мәңгілік қалды. Содан кейін ол өзіне бір күні мен атақты әнші болған кезде осы балаларға көмектесемін деген. 10 мен 13 жас аралығында Шакира Барранкильядағы түрлі іс-шараларға шақырылып, оны осы салада белгілі бір дәрежеде мойындады. Дәл осы уақыт ішінде ол жергілікті театр продюсері Моника Аризаны кездестірді. Ол оған тәнті болды және оның мансабын одан әрі жалғастыруға көмектесті. Барранкильядан Боготаға ұшып бара жатып, Ариза Sony Колумбиясының атқарушы продюсері Чиро Варгасты қонақүйдің фойесінде Шакираны тыңдауға көндірді. Шакира Варгастың үлкен құрметіне ие болды. Варгас Sony кеңселеріне оралып, таспаны көркемдік жетекшіге берді. Алайда режиссер аса қуанбады. Шакираны жоғалған іс деп ойлады. Бұл Варгасты тоқтатпады. Ол әлі де Шакираның таланты бар екеніне сенімді болды және Боготада тыңдау өткізді. Ол Sony Колумбия басшыларын Шакираның өнерімен таңқалдыру үшін тыңдауға келуін ұйымдастырды. Ол 3 ән орындады және олар онымен келісімшартқа отыруға жеткілікті әсер етті. Шакира 1990 жылдардың басында «Магия» және «Пелигро» атты алғашқы студиялық альбомдарын шығарды. Бірақ коммерциялық табысқа жете алмады. Дегенмен Латын Америкасында атағы басты лейблдегі дебюті «Pies Descalzos» және 4-ші альбомы «Donde están los ladrones» болды. Шакира ағылшын тіліндегі нарыққа өзінің 5-ші альбомы «Laundry Service» арқылы кірді. Оның жетекші синглы «Whenever, Wherever» 2002 жылдың ең көп сатылған синглы болды. Оның жетістігі 6-ші және 7-ші альбомдармен расталды. Соңғысы 21 ғасырдағы ең көп сатылатын Hips Don't Lie әнін шығарды. 8-ші және 9-ші альбомдар She Wolf және Sail El Sol сыншылардың жоғарғы бағасына ие болды.
Бірақ Epic Records'тағы шиеленістерге байланысты көтерілмеді. Оның 2010 жылғы футболдан әлем чемпионатына арналған ресми әні Waka Waka барлық уақыттағы әлем чемпионатының ең көп сатылатын әні болды. 3 миллиардтан астам қаралымы бар оның музыкалық бейнебаяны YouTube желісіндегі ең көп қаралған бейнелердің бірі. Ал Chantage әнінің бейнебаяны 2,7 миллиардтан астам қаралды. 2020 жылдың қаңтарындағы жағдай бойынша Шакираның YouTube'де 40 миллион жазылушысы бар. 2013 жылдан бері Шакира 4 және 6 маусымда The Voice'ның американдық нұсқасына төреші болды. Оның 10 альбомы Шакира шығарылымның алдында Can't Remember to Forget You атты жетекші синглі шықты. Шакира көптеген марапаттарға ие болды. Соның ішінде 5 MTV Video Music Awards, 2 Grammy, 8 Latin Grammy, 7 Billboard Music Awards, 28 Billboard Latin Music Awards және Алтын Глобус номинациялары. Оның данк аллеясында жұлдызы бар және бүкіл әлем бойынша 70 миллионнан астам альбом сатылған. Барлық уақыттағы ең көп сатылатын әртістердің бірі. Музыкалық индустриядағы жұмысынан басқа Шакира қайырымдылық және бенефициарлық спектакльдер арқылы қайырымдылықпен айналысады. Әсіресе оның Pies Descalzos қоры Клинтонның климаттық бастамасында ақш-тың бұрынғы президенті Билл Клинтонның жобасы және 2010 жылдан ақпанында президент Барак Обаманың сопақша кеңсесіне ерте жастағы балалардың дамуын талқылау үшін шақырған. 2013-2014 жылдары Шакира Forbes журналының әлемдегі ең күшті 100 әйелдің тізіміне енген. Рок және испан би альбомы ағылшын тілінде сөйлейтін нарыққа қарсы шықты. Осылайша сыншылар арасында орташа жетістікке жетті. Олардың кейбіреулері оның Rolling Stone'ға ән жазуға ағылшынша дағдысы жеткіліксіз екенін және ол ақымақ көрінетінін, немесе Шакираның сиқыры аудармада жоғалғанын мәлімдеді. Шакираны Латын Америкасының жанкүйерлері де өзінің фольклорлық және рок тамырларынан бас тартып, заманауи американдық поп-музыкаға жүгінгені үшін сынға алды. Осы фактіге қарамастан альбом бүкіл әлем бойынша 20 миллионнан астам сатылыммен 2002 жылдың ең көп сатылатын альбомы болды және оның мансабындағы ең сәтті альбом болды. Сол кезде Шакира ағылшын тіліндегі нарықта ілгерілету үшін Пепсиге 4 ән шығарды. Көбірек сұра, Пайдамас, Есігімді қағып және Пайдамел Сол. 2022 жылдың шілдесінде испан прокуроры салық төлеуден жалтарғаны үшін 8 жыл 2 айға бас бостандығынан айырылуды, сондай-ақ 23 миллион еуродан астам айыппұл төлеуді сұрады. Әнші 2012-2014 жылдар аралығында Испанияда салық төлемеген. Бұл ақшаны офшорлық есепшоттарға аударған. 27 шілдеде Шакира 14,5 миллион еуро көлемінде салық төлеуден жалтару ісі бойынша прокуратурамен келісімшарт жасаудан бас тартты. Бұл ұсынысты пропорционалды емес және оның мүдделеріне қайшы келеді деген. Шакира сонымен қатар ливандық мұрасымен байланысты іш би өнеріне негізделген әртүрлі бейнелер мен концерттердегі ерекше биімен танымал. Ол жиі жалаң аяқ өнер көрсетеді. Шакира бұл биді жас кезінде ұялшақтығын жеңу үшін үйренгенін айтты. Ол MTV арнасына берген сұхбатында биді ішке тиын ұстау арқылы үйренгенін айтты. Қарқынды жаттығулар дененің икемділігін дамытуға ықпал етті. Мұны оның бейнебаяндарынан көруге болады. Оның бірнеше ішби хореографтары болды. Соның ішінде Belly Dance Superstar, Боженька. MTV арнасының La Tortura бейнебаянын жасау бағдарламасында оның хореографияда Джейми Кингпен бірге жұмыс істегені анықталды. Бірақ негізінен мұның бәрін ойлап тапқан Шакира болды. Шакираның құрметіне ат спортының жаңа түрі Аледос Шакира аталды, іш биіне байланысты. Шакира 1994 жылы колумбиялық El Oasis теленовеласында Луиза Марияның рөлін сомдады. 2009 жылдың желтоқсанында Шакира Багама үшбұрышы эпизодындағы ұсқынсыз телехикаясында өзі ретінде пайда болды. 2010 жылдың Шакира эпизодтарының бірінде Wizard of Waverly Place фантастикалық сериясында пайда болды. Сонымен қатар Джордж Лопестің сериясында бірнеше рет ойнаған. Оны Габриэль Гарсия Маркес өзі Тырысқақ уақытындағы махаббат фильмінде рөлге шақырды, бірақ ол жалаңаш көрінуіне байланысты кинодан бас тартты.
Шакира бірнеше жарнамаға түсіп және қайырымдылық істерімен көзге түскен. Ол өзінің жаңа сұлулық желісін S by Shakira компаниясымен 2010 жылы іске қосқан. Латин-америкалық әнші Шакира мен Барселона жұлдызы Жерар Пике 10 жылдан астам спорт пен шоу-бизнес әлемінде жарқыраған жұп болып келеді. Алайда олар бейбіт түрде ажыраса алмады. Біз сізге олардың бір-бірін ренжітуге қалай тырысатынын айтып береміз. Шакира мен Пике 2010 жылы оңтүстік Африкадағы әлем чемпионатының ресми әнұранына айналған Waka Waka әніне бейнебаян түсіру кезінде танысқан. Испаниялық футболшы қызу колумбиялықты бірден байқап, түсірілімдегі үзіліс кезінде оның телефон номерін алды. Олар кездескен кезде Жерар актриса Нурия Томаспен қарым-қатынаста болды. Ал әнші Аргентинаның бұрынғы президенті Антонио де ла Руаның ұлымен 10 жылдан астам азаматтық некеде тұрған. Пике мен Шакираның арасында бірден ұшқын пайда болды, бірақ олар ұзақ уақыт бойы бір-біріне деген сезімдерін мойындауға батылы жетпеді. Пике алдымен оңтүстік Африкадағы температура қандай екенін сұрап жазды. Шакира әлем чемпионаты басталмай тұрып келді, сондықтан ол Жерарға ауа райы туралы егжей-тегжейлі жауап берді. Осылайша хат алмасу басталды. Біз чемпионаттың соңында оның өнер көрсетуі жоспарланған кезде ғана кездесе алдық. Мен оған егер жаңа кездесу үшін финалға шығу керек болса, мен оған дайынмын дедім, деп мойындады Жерар сұхбатында. Футболшы сөзінде тұрды. Испания құрамасы турнирдің финалына шығып Голландияны жеңді. Әлем чемпионаты кезіндегі өмірімдегі махаббатты қалай кездестіргенімді ешқашан ұмытпаймын. Жерар мені тағы да көру үшін турнирдің финалына шығатынын айтты. Ал ойлап көріңізші, ол мұны жасады, ол сөзінде тұратын адам, деп атап өтті әнші. Әлем чемпионаты аяқтала салысымен бақ Шакира мен Пике арасындағы романтиканы барымтасымен талқылап жатты. Тек ғашықтар бұл қауесетті растамады. Өйткені екеуі де бұрынғы қарым-қатынастарын тоқтатуы керек еді. Әлем чемпионатынан бір жыл өткен соң колумбиялық әнші әлеуметтік желіде Пикемен түскен суретін жариялап, суретке «Мен сіздерге күнімді таныстырайын» деп жазды. Жұлдызды романтика тез және жылдам дамыды. Бұл Шакираның Пикеден 10 жас үлкен екеніне қарамастан. Бірақ екеуі де бір күнде 2 ақпанда дүниеге келген. Әнші спортшы үшін көп нәрсені құрбан етуге мәжбүр болды. Ол Барселонаға көшіп, сүйіктісіне жақын болу үшін музыкалық мансабынан 7 жыл үзіліс жасады. Әрине, ол үлкен концерттерде өнер көрсетті, бірақ олар өте аз болды. Ғашықтар 10 жылдан астам бірге өмір сүрсе де қарым-қатынастарын тіркемеді. Сонымен қатар Шакира тұрмысқа шыққысы келмеді. Бұл олардың 2 ұлы болғанына қарамастан. Милан 2012 жылы, Саша 2014 жылы дүниеге келген. Әнші әрқашан Пикенің әкелік қасиеттері туралы жылы сөйлеп, оны балалар үшін тамаша әке деп атады. Баспасөз үнемі қадағалап отырған әдемі романтикаға қарамастан жұлдызды жұптың жанжалдары мен ажырасулары туралы қауесеттер үнемі пайда болды. Ал бұл әңгімелердің барлығына Барселона жұлдызының сатқындығы себеп болды. Сайып келгенде 2022 жылдың жазында ерлі-зайыптылар ажырасқандарын жариялады. Испан баспасөзі Шакира футболшыны үйінде өз төсегінде басқа қызбен бірге тапқанын хабарлады. Басқалар оның гастрольден оралғаннан кейін бос болып шыққан сүйікті құлпынай джемінің құмырасын тапқан. Шакирадан басқа ешкім құлпынай джемін жемеген. Сол себепті сатқындық жасағанын болжаған. Футболшының өзі әнші білетін мұндай тәттіні ешқашан жемеген. Ажырасқаннан кейін Шакира Барселонада қалады. Ұлдарымен бірге каталондық клубтың матчтары үшін. Ұлдар жұлдызды әкесінің жаңа дос қызымен қоштасу ойынын жіберіп алған жоқ. Оның үстіне матчтан кейін Жерар оны бұрынғы әйелі мен балаларының көзінше сүйеді. Ажырасқаннан кейін Шакира мен Пике балаға қамқорлық мәселесін шешуге ұзақ уақыт жұмсады. Тіпті ананы толығымен жақтаған сотқа жүгінуге тура келді. Енді Барсаның бұрынғы ойыншысы тек Шакираның рұқсатымен ұлдарына бара алады. Сонымен бірге әншіге салық мәселесін шешуге тура келді. Испания прокуратурасы жұлдызды 14 миллион еуродан астам салықты төлемеген деп айыптады. Шакира үшін әділдік жеткіліксіз болды. Ол өзінің бұрынғы ғашығын көпшілік алдында қорлауды шешті. Ол мұны нәзік және кәсіби түрде жасады. Оған ән арнады. Ол аргентиналық диджей Бизарраппен бірге орындады. Музыкалық композицияда келесі жолдар бар. Сіз Феррариді Реноға айырбастадыңыз. Сіз Ролексті Кассиоға да ауыстырдыңыз.
Барлығы оларды бұрынғыға және оның жаңа құмарлығына хабарлама ретінде қабылдады. Жанкүйерлерге, мүмкін дәл осындай жағдайға тап болған қыздардың барлығына бұл ән бірден ұнады. Жаңа хит керемет көру сандарына ие болды. Қазіргі уақытта 18,2 миллион және қазірдің өзінде испан YouTube рекордын жаңартты. Футболшы жаңа әнді тыңдағаны анық, өйткені көп ұзамай оның жанына жауап келді. Пике әлеуметтік желілердегі тікелей эфирде зейнеткерлікке шыққаннан кейін дамып келе жатқан медиа лиганың Casio брендімен ынтымақтастығы басталғанын хабарлады. Ол сондай-ақ іс-шаралардың біріне жаңа сағатты киіп, оның өмір бойы қызмет ететінін атап өтті. Жерар мұнымен тоқтап қалмады және көп ұзамай ақ Рено көлігімен кеңсесіне келді. Шакира да тоқтамайды. Алдымен ол балконға сиқыршы мүсіншені қойды. Оның терезелері Пикенің ата-анасы тұратын көрші үйге қарайды. Бұл футболшының анасына онша ұнамады. Әйел Латинаның қандай да бір рухани рәсім жасағанына сенімді. Енді әнші Жерардтың ата-анасының коттеджінен оқшаулану үшін биік бетон қабырға тұрғызбақ. Шакираның үйіне бетон араластырғыш байқап қалған. Әншінің Барселонадан Майамиге кетуі әзірге мұндай ұзақ қашықтыққа ұшуға рұқсат етілмеген 91 жастағы әкесінің сырқатына байланысты кешіктіріліп отыр. Шакира әлі Испанияда болған кезде бұрынғы ғашықтардан жаңа жарқын қадамдар күту керек сияқты. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.